қаласының ақыны Жандарбек Бұлғақов. Жандарбекпен айтысатын Астана қаласының ақыны Айсәуле Бейсенхан. Ұланғайыр мидай мекен, қонағын құшақ жайып сыйлайды екен. Байрақты батырларды сен туғансың, қалайша оларды айтпай бейжай кетен. Қарасай Наурызбайын жалғаттанса, қап дұшпанның қамалы қирайды екен. Сұратып сұраншымен саурық балам, айылын арғымақтай жимайды екен. Батырлар топырағында топқа түскен, шабысын шапқан сайын ширайды екен. Мынау ел қолын соқпай нағып отыр, бізге әлде шапалағын қимай мекен. Құрсағына батырлар сыйған елдің, құшағына ағындар қимай мекен. Ол Айсәуле қауыз жарған гүл екенсің, ақындар тауыс алмақ жүр екенсің. Айтысқа үш найманның қызы шықты, қарағым сен солардың бір екенсің. Айтыстан 20-30 көлік мінген, Айнұр менен Сараның із екенсің. Ал өзің бір көліктің мінбесең де, арың мен ұятыңды күзетерсің. Жүлде үшін ешкімге өкпелемес, жемісін төгіп тұрған күз екенсің. Темір менен терсекке қызықпайтын, найман деуге қимайтын қыз екенсің. Kölükten aldı koy dip, yine de Aynurlardın
Yola kırdım mendendi kızdırayın dumanыңды. Bарлығын кезек айтасыңдар, салық қып айтақыннан туғанымды. Бақсының баласынан молда шықты деп қалғап отырсыз-ау қужанымды. Молда көріп отырсын қай жеріңнен мен сенің түсінбедім қуғаныңды. Саққанадан сақалын таппайды деп айдалаға сермеме ударыңды. Әлде маған оттың ба келтір алмай Балғынбектен қап қойған шумағыңды. Ай сәуле қимылымды бақылапты, сон айтып қабырғамды қақыратты. Жандарбек Шапырашты сияқты деп өзіме ақыратты. Негізі бәрі мені сөйтіп ойлайды. Болған соң шалт қимылды ақын әккі. Себебі елбасыға жақын жүрмін мекен деп Астанадай атыратты. Bir кезде қол астына жұмыс қалды, сатып алды Қайрат ағам бақуатты. Одан соң облыста жүрген кезде құшағын үмбетпей әкім ашты. Есенқұл мен Аханның жырын жақтап, соғысып Жандарбектің ақыласты. Ізбасар інісінің дәл осындай Ақтангер ағалардың аты жақты. Руым Шапырашты болмағанмен, араласқан кругым Шапырашты. Ол лайықты ақындарға жыр қылуға, бұнда ерлер туама мың жылыңда. Кешегі Наурызбай мен Қарасайлар ел қорғапты заманның сұмдығында. Сұраншы Саурық пенен Райымбектер қазақтың бағы болып туды мұнда. Не керек бір жеріңнен қоқан қырып, іске асырғысы келген қырғынында. Батысыңнан Ресей зеңбірекпен тырысыпты жерімді күл қылуға. Сұраныс Саурық болмаса сол заманда тарихтың қалар еді құрдымында. Болмаса ел намысы, жер намысы беріккеннен соғысты күн бұрында. Қазақтың бар батыры жауға шапты, өлсек те көнбейміз деп құлғымырға. Адамдар батыр болып туылмайды, батыр болып өледі шындығында. Жанына жамандықты жуытпаған, Алланы ойлап нәпсісін құлыптаған. Кешегі жаугершілік заманда да Саурықтар ата дінін ұлықтаған. Халыққа медресе салық беріп, сауапты іс жасауда тынықпаған. Ол бүгін Местай деп аталыпты, жөн бұны тарих деп құнттаған. Ал бүгін тәуелсіз ел болсақтағы байлар көп исламнан түгікпаған. Медресе емес сауна мен казино ашып, жәннат емес ақшаға құлықтаған. Надан байлар Саурықтан үлгі алмай ма, ақша менен гауһарға құнықпаған. Дұшпанға құл болуға көнбесе де, Құдайға құл екенін ұмытпаған. Ол елестетіп Тоғжан мен Айгерімді, ай сәуле дидарыңнан ай көрінді. Балғынбек кеше сені ақ қоян деп, есімі келбетіңе сай берілді. Содан соң ақ қоянды жеп қоян деп, қиял мен сүйек мүжіп май кемірді. Әйтеуір кешетінде сол Балғынбек тықылдатып жүреді әйнегіңді. Аюдың көңілін қайтсем табамын деп сен көтеріп жүргенсің шәйнегіңді. Таң ата Балғынбектің шауырып ойбайлап ұмытты ғой жайлы өмірді. Ақ қоян Құдай үшін шыныңды айтшы, сауалға жауап таппай ой бөлінді. Аюдың атқазанын қинайтындай атап қойып едің қай жеріңді.
Көкшетте көп жайылып қойған халқымның атқан кезде азаттаны болды ғой дәрейықтан азақ бары батшаға махаббатқа алғыс айтам таңдайдан тәтті жырды таратқаны қос батырға орнатты ескерткішті жар болып жалғыз ғана жаратқаны бірақ күнде тұрғызған көп ескерткіш мықты кімсіз боп тұрсыз қазақтағы байласа батыр билер сер қылатын жаратқан берер жерін кең қылатын тұлпар болып туылып тай кезінен биікке шығаратын ел мұратын оран алаш тегі қазақ болып таралған ұлы жүзден бергізатын арқалы атындарға құшақ жайып көңілін қонақ келсе күн қылатын қасиетіңнен айналдым алтын елім сөздер ғой шығаратын ердің атын алдымнан күзді деге мақтан күліп шығып тұр бұл баладан батпан қылып балғынбекке дайындаған шумағыңды айтты дейді бір қылса қақпан құрып кешеден айнұрменен сарапамның жүргені осы екен ғой сақтандырып мен саған оңай олжа емеспін ғой жеңістен жіберетін шаттандырып жиырма жыл салғыласып әкең қызбен шаршады сақал шашын ақтан қылып сол айнұр сол саралар сахнада жүр ал айтақын атыс тастына жатқан жігіт сондықтан сенде бала жайың отыр желпінбей әр нәрсені мақтан қылып қыдырып қоймай қойсаң сен әкеңнің соңынан жіберемін мақтандырып ол жұт болып шықты кеше тарамаған енді айтәуле жанымды жаралаған айтақым атыстапты ап кетті деп сөздерім қандай қиын табалаған сен түгіл әкемізге әселхан мен әсия бұлай көзін қадамаған еркектерді айтыстан қумас бұрын жөн шығар тарихқа бір қаралаған сүйінбаймен айтысқан уәзипалар шал демей шауқан демей бағалаған жамбылдар жаты жүзге жеткенінше ақын қыздар шалсың деп танамаған оны ойы өзімнің Надежда апам Әлімқұлды жігіт деп бағалаған
bular елудегі айтақымды сахнадан аластап алалаған. 20-дағы мені де кетірем деп айтпаған сөзім жоқ ау жаңа маған. Мен бірақ Айсәулеге ренжімеймін, бұның не деп еркекті алалаған. Адамды жәннат баққа сыйдырмаған, үлгі алған ұрпақ осы хауанадан ай. Тарихтың жетті бізге көк бармағы, ақынның отыр соған тоқталғалы. Сұраншы мен Саурықтың ерліктерін сүйінбай жамбылдарда көп толғады. Сұраншы Саурық кешегі жаудан өлген, қазақтың қайыспайтын боқтарланы. Ел үшін өлген жанның арманы не, отан үшін қаймықпай оттан жаны. Қоқаңдаған қоқанға қарсы шығып, қос батыр ерлік жолын дөп таңдады. Ресейдің отаршылдық пиғылына бағынбай бар ғұмырын көкке арнады. 40 жыл ат үстінде ел қорғаған ерлерімнің тіреді неткен жаны. Қаһармандар қанымен суармаса, қазақтың бір жарар мет көктен бағы. Тарихтың сиясындай болып қалды, Сұраншы мен Саурықтың төккен қаны ай. Қарағай садақ иген орманынан қайсарлық біздің елге молдарған. Бабалар 13-інде жауға шауып, қалмақтың қатындарын олжағыған. Қарғатын шөкпеде қыңқ етпейтін таспа тіліп алсаң да жондарынан. Бүгін ұрпақ кешегі батырлардың ілес алмай келеді соңдарынан. Көз алмайтын болалдық компьютерден заман ғой деп техника зор дамыған. Телмірсе телефон мен планшетке ортамыздан шығама оңған ұлан. Сұраншы мен Саурықты білсін болар, аталмаса Жекишан Вандамынан. Батырлар жырын емес батыстағы жын ойнап ән жақтайды толған ұлан. Жастар бар ат әбзелін танымайтын, қалада ұяттымыз сол жағынан. Өмірі кеспен күрек ұстамаған, бабаның шаруасын зорғағыған. Балалар батыр болып жарытама, шығалмай қалса ғалам торларынан. 13-те жауды шабу бұлай тұрсын, шөп шабу келмей жүрсе қолдарынан ай. Сөзімді осыменен тәмәмдаймын, уақыттамасы бары бара алмаймын. Айсәуле айналайын, сен даман бол, әпкем деп құшағымды саған жайдым. Екеуміз мәңгі дос болып қалайықшы, себебі қызға дұшпан бола алмаймын. Адамның досы болып қалу үшін ит болу міндет емес деп ойлаймын ай. Tatlı
тапқан екен. Сол кезде жау қолында жарқыраған бір асыл гауһар жүзік тапқан екен. Еліне Саурық батыр оралған соң сол сыйлығын ораулы ашқан екен. Қаншама арулардың арасынан нендей жас бір сұлуға тапқан екен. Хауанадан алмайсың дұрыс үлгі деп кінәмді қазірше тақпақ екен. Жарқыратып бір гауһар таппасаң да бір жолыңды тұлпар қып баптап екен. Батыр бабаң сыйлаған сол арудың сіңілісіне қатты тіл қатпақ екен. Негізі сыйлық үшін келмесем де несіне тарихтан аттап өтем. Қазақтың еркелеген бір қызымын, сейтұғын елдің арын сақтап өтем. Аялап ай сәулеге қолын соққан, көңілі осы елдің де аппақ екен. Көз салсам қасиеттей далаңызға, тарихы айналады әр аңызға. Артына өшпей тұғын сөз қалдырған, мың алғыс деген байдай данамызға. Болмаса Жұмабайы Есенқұлды, Жетісуды біз тани аламыз ба? Тарихқа мәңгілік аты қалған бас ием Тұраншыдай бабамызға. Осымен сау болайық түйіндейін мұндағы атамыз бен анамызға. Балғынбектен Жандарбек ақындарың айналған осы күні мараңызға. Өсеті арыстанға төтеп берген, риза шығарсыздар балағызға. Жандарбек осыменен біз достасып, жетіне сағынамын барамыз ба? Хау ай сәуле саған халық гүлін берді, маған түк бермегенде жыным келді. Ағайын қалжың үшін айтамыз ғой, Жандарбек елге жақып жырын берді. Шапырашты қол соқса шатырлады, сыйлығым сол болады бүгінгенді. Ақын едің шабытын шақыр алған, бір оқпен қос қоянды атып алған. Жандарбек бір тұлпарым берсін дейді, сөзің болдау қалжыңмен қатыр алған. Махаббат ағам бір кезде әкім болған, жәргенсін болғаннан соң жақын аудан. Ақыннан тұлпа сұрап не қыласың, құшақ жайып тұрғанда әкім алдан. Егер әкім бермесе өкпелеме, жаман ғой жүлде сұрап жатып алған. Бағана сен айтысы бастағанда тарихалы сөз айтсын сақынаннан. Өз сөзіңді өзіңе қайтарайын, өзегің өртенбесін запыраннан. Астына жамбыл жорға мінгізбей ақ, тарихта айгүмістің аты қалған. Осымен аттан сөзді жырлап қалаң. Сізге әзіл сөзді құрғатпаған, бермесең сен атыңды бермей-ақ қой, халқымның ықыласы қымбат маған.
Şandarbek Bulgaktın upayı. Varlığı 10. Ayşe bile Beyşen Han'ın upayı.